Суға, дәріге дем салдым, және де не үшін жасадым, не оқыдым, сіздерге қазір айтатын боламын. Құранда Құрайш сүресі бар, я. Мешітте ұстаздар айтқандығым, егер тамақ істеп жатып оқысаң, тамағың дәмді, асқазанға сіңімді болады деген. Және де бүгін тағы да бір лайфхактарды көрдім. Тревожный болып, мазасыз, нервный болып жүретін адамдар Құрайш сүресін оқу қажет. Сондықтан да мен магнийге салдым. Бұл жерде бат қой, ішетін дәріме, және де ол жерде жазылған ішетін дәрің шифа болу үшін де осы Құрайш сүресін оқу керек деді. Жаныма қойып қойдым. Одан кейін су білесіздер, суға дем салады в основном. Суды осы дәрімен ішу үшін дем салдым. Және де оны азанда 11 рет, кешке 11 рет жасау керек деген. Құрайш сүресі кішкентай 2-ақ қатар ғой. 11 рет оқыдым, және де Алланың қалауымен шифа болады. Сонымен қатар бұл сүренің пайдасы жаңадан кәсіп бастап жатқандар, өздерінің табыстары адалынан және де көбінен молынан болу үшін де Құрайш сүресін оқиды дейді. Бірақ мен ол мақсатта оқыған жоқпын, денсаулығыма шифа ретінде оқыдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Әрине, бірінші шифа Алладан болады.